Al bismillah. Kettik сабақ бастайық иншалла. Есімдердің басым көпшілігінің соңы өзгереді. Олар үш түрлі болады. Біріншісі рафл, китабун. Екіншісі насбун. Мысалы китабан. Үшіншісі жар. Мысалы китабин. Рафлдың негізгі белгісі домма. Мысалы китабун, кітап. Екілік түрдегі есімдердің алифпен рафл болады. Мысалы китабани, екі кітап. Ал жамух музаккарда ваумен рафл болады. Мысалы муслимуна. Араб тілінде бес есім бұны асман хумса деп аталады. Және де осы асман хумса деп аталатын сөздер вау мен раф болады. Олар зу, е, фу, хамун, ахун, абун. Мысалы зу малин, фука, хамука, ахука, абука. Насыптың негізгі белгісі фатха. Мысалы بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Так, жігіттер, бүгінгі сабақ маңызды сабақтардың бірі и'рабул асма. Біз етістіктердің өзгеруін көрдік. Қайсы етістіктер өзгереді еді? Фе'л мудари өзгереді. Өзгергенде соңы қандай болады? Раф, насб және жазм болады. Енді есімдерге тоқталамыз. Есімдердің жалпы айтқанда көпшілігі өзгереді. Есімдердің көпшілігі өзгереді, өзгермейтіндер өте аз. Сол есімдер өзгерген кезде соңғы әрекеті, соңғы әрпі үш түрлі өзгереді. Ол не? Раф'ун, және насбун, және не? Жаррун. Раф деген нәрсе ол не? Дамма, мысалы, китабун сияқты. Китабун. Не оқты мынау? Дамма. Ал насб дегеніміз фатха, мысалы, китабан сияқты. Китабан. Фатха. Ал жар дегеніміз касра не сияқты? Китабин сияқты. Яғни біз алдыңғы сабақтарымызда есімдердің ішінде өзгеретіндері барын көрдік. Яғни есімдер кейбір жағдайларда сөйлемнің ішіндегі атқарып жатқан қызметіне байланысты не раф болады, не насб болады, не жар болады. Раф дегеніміз ол не? Дамма. Насб дегеніміз ол не? Фатха. Жар дегеніміз ол не? Касра. Яғни мына жерде дамма тәнвин болуы, тәнвинсіз болуы, ол еш жолы ешқандай айырмашылығы жоқ. Жақсы ма? Мейлі дамма болсын, мейлі тәнвинді дамма болсын, мейлі фатха болсын, немесе тәнвинді фатха болсын, мейлі касра болсын, тәнвинді касра болсын, айырмашылығы жоқ. Жалпы айтқан кезде есімдер өзгерген кезде неше түрлі өзгереді екен? Үш түрлі болып өзгереді. Жақсы ма? Олар кімдер? Раф, насб және жар. Енді раф болған сөз не деп атаймын? Марфу деп атаймын. Насб болған сөз не деп атаймын? Мансуб деп атаймын. Жар болған сөз не деп атаймын? Мәжрур деп атаймын. Жақсы ма? Енді жаймен кетеміз. Рафты қайтып басынан бастап оқи бер. Рафтың негізгі белгісі домма. Міне, рафтың негізгі белгісі не дейді? Ол дамма бірінші белгісі. Сосын Насбтың екілік түрдегі есімдер алиф пен раф болады. Жақсы. Енді бізде есімде бір фе'лге ұқсас бір ерекшелік бар. Фе'лде бірлік, екілік, көптік бар еді ғой. Есімде де сондай бірлік, екілік, көптік бар. Муфрад бірлік, тәсния екілік, жама көптік. Жамаун көптік, иә? Міне сол тәсния деген екілік. Бір есімнен екі есімді жасау үшін, яғни бірлік сөзден екілік сөз жасау үшін артына әни, не болмаса әйни деген қосамын. Жақсы ма? Мысалы китабун бір кітап, китабани болса, не болады? Екі кітап болады. Сол, егерде мен кез келген нәрсенің екілігін жасаған кезімде, әнимен жасасам, ол раф деген сөзді білдіреді. Сонда, екіліктердегі, есімдегі рафтың белгісі ол не болады? Ол әлиф болады. Әлиф. Яғни, әни деген кездегі не? Әлиф. Сонда, екі кітап, китабани, екі қалам, қаламани, екі Мұхаммадани, екі дәфтарани, яғни сол жердегі осы дәфтарани, қаламани, китабани екілікті білдіретін болса, сол жердегі әлиф ненің белгісі болады? Рафтың белгісі болады екен. Ар жаққа кеттік. Жамух музаккар сәлемде вау мен раф болады. Мысалы муслимуна. Жақсы. Қара, жам музаккар сәлем. Сендер алдын бәлкім жам музаккар сәлемді ескесіңдер, бәлкім еспегенсіңдер. Жам музаккар сәлем дегеніміз
ер кісінің аттарымен және оның сипаттарын жамық қылған кезде музаккар сәлиммен жамық болады. Мысалы, муслимун муслимуна, муъминун муъминуна, мухаммадун мухаммадуна, фаридун фаридуна. Яғни дуна, уна қосылса, ол музаккар сәлим болады. Ода қандай сөздерді жамық қылады екенбіз? Яғни қандай сөздерді көпті қыламыз оны? Ер кісінің аттары мен сипаттарын. Жақсы ма? Және бұдан бөлек тағы да ишруна, сабуна деген сияқты жамық нәрселер бар, сөздер бар. Қазір бұған тоқтаудың қажеті жоқ. Бассыз білуің керек болған нәрсе, музаккар сәлим дегеніміз ер кісінің аттары мен ер кісінің сипаттарының көпше түрін жасаған кезде қолданамыз оны. Артына нені қосамыз? Унаны қосамыз. Қашан уна қосылса, ол раф деген сөз. Муслимуна ол қандай сөз болады? Ол марфуъ болады. Рафтың белгісі не десе? Әл-вау. Муслимуна дегендегі мына тұрған вау бар ма? Бұл сол не болады? Рафтың белгісі болады. Жақсы ма? Мысалы, муслимуна. Фаридун жамығы қандай болады? Фаридуна. Ахмаду жамығы? Ахмадуна. Мушрикун жамығы? Мушрикуна. Собирун жамығы? Собируна. Көрдің ба? Міне осы музаккар сәлим. Ол жерде ердің аттары мен ердің сипаттары не болады деген? Жасалынады деген. Кеттік ажыртырайық. Араб тілінде 5 есім әсмәл хомса деп аталатын сөздер уау мен раф болады. Олар зу, фу, хамун, ахун, абун. Мысалы, зу малин, фука, хамука, ахука, абука. Жақсы. Араб тілінде арнайы бір 5 есім бар. Зу, иесі деген мағына, абун, әке, ахун, аға іні, хамун, нағашы, сосын не бұл жерде? Фу деген фәмун, ауыз дегенді білдіреді. Жақсы ма? Осы 5 есім раф жағдайында ваумен раф болады. Абун, абука, зу, зу малин, хамун, хамука деген. Рафтың белгісі бұл жерде не болады? Әл-вау болады. Жақсы ма? Яғни әсмәул хомса дейді. 5 есім. Бұны жаттап алуымыз керек. Зу, фу, абун, ахун, хамун. Осы 5 сөз раф болған кезде немен раф болады? Ваумен раф болады. Бірақ бір шарты артында бір сөз қосылып келсе, абу ка, аху ка, абу ху, аху ху деген сияқты. Жақсы ма? Құр өзі келсе емес. Ахун деген сөз, абун деген сөз құр өзі келсе емес, бір сөзбен қосылып келетін болса, ондай жағдайларда рафтың белгісі не болады деген? Вау болады. Хамука, зумалин, абука деген сияқты. Рафтың белгісі не болады сонда? Әл-вау болады. Одан кейін? Насыптың негізгі белгісі фатха. Бітті ме осымен? Жақсы. Енді қараңдар. Біз осымен рафты бітірдік. Сонда, егер де мен мына жерде, мысалы, мына бір сөз айтсам. Китабун. Китабун не? Китабун қандай сөз? Марфу. Ва аламат раф'ихи ад-дамма. Китабани марфу'ун ва аламат раф'ихи al-alif. Muslimuna مرفوع وعلامة رفعه الواو. أبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو. Көрдіңдер ме? Бұл жалпы айтқанда сенің i'рабың. Енді болашақта біздің есімдеріміз қай жерде осы харекеттерге ие болады, оны жеке өткізеді. Бірақ десе де, есім раф болған кезде оның неше белгісі болады деген? 4 белгісі болады. Қандай? Дамма, екіліктерде әлиф, музаккар сәлимде вау, әсмәул хомсада вау. Кеттік. Дәл осы нәрсе насып болған кезде қалай болады? Насыптың негізгі белгісі фатха. Мысалы, китабан. Китабан сияқты. Айда бер. Екілік түрдегі есімдер алды фатхалы болған сукунды яймен насып болады. Міне. Алды фатхалы болған сукунды яй. Мына жерде китабайни. Мына жерде екілікте қандай болған еді? Китабани. Насып болған кезде ол не болады? Китабайни. Екеуіне айырмашылық. Мынауда 2 кітап, мынауда 2 кітап. Неге онда екеуінің харекеті 2 түрлі болады? Соңы сөйлемдегі атқарып жатқан қызметіне байланысты.
Жақсы ма? Сөйлемде. Сонда китабайни не болды? Бұл насып болды. Насыптың белгісі не екен? Алды фатхалы болған сүкінді яй. Китабайни. Ал мына жердегі нун, екіліктер мен көптіктердің соңына қосылатын нундар. Бұған біздің неміз жоқ, біздің ешқандай шатағымыз жоқ, бұл өзімен өзі тұра берсін. Жақсы ма? Кеттік ар жаққа. Jam muzakkar salimde aldı kasralı болған сүкінді яймен насып болады. Мысалы, муслимина. Бағана не болған еді? Муслимуна. Қазір не болды? Муслимина. Алды касралы болған сүкінді яй. Муслимина. Не болды? Насыптың белгісі болды. Алды касралы болған сүкінді яй. Муслимина. Му'мина, Мухаммад, Дина, Фари, Дина, Ахмад, Дина дегендегі сияқты. Насып жағдайында. Кеттік ар жаққа. 5 есім асмаил хомсыда алифпен насып болады. Мысалы, абака, ахока, хамака, фака, за мали. Ахока, хамака. Бағана асмаил хомса бар ғой, 5 есім. Оумен раф болған еді ғой. Бұл 5 есім насып болған кезде немен насып болады? Әлифпен. Әлифпен не болады? Насып болады. Абака, замалин, хамака, фака. Тағы кім қап кетті? Ахуака қап кетті. Жақсы ма? Яғни, осы 5 есім раф жағдайда оумен раф болады, насып жағдайда әлифпен насып болады. Одан кейін Jam muzakkar muannas salimde kasraмен насып болады. Мысалы, муслиматин. Мына жерде 4-пен аяқталған еді ғой. Мына жерде 5 қосылды. Бұл 5 не? Jam muannas salim. Мынау не? Мынау jam muzakkar salim. Jam muzakkar salim дегеніміз еркектің аттары мен сипаттары жамық болатын нәрсе. Ал jam muannas salim дегеніміз әйелдің аттары мен сипаттары жамық болатын нәрсе. Мысалы, муслиматин, мұсылман әйелдер. Му'минатин, мұмын әйелдер. Фатиматин, фатималар. Захратин, захралар дегендегі сияқты. Жақсы ма? Осы кезде біздің насыптың белгісі не болады екен? Касра болады екен. Jam muannas salimде насыптың белгісі не болады? Касра болады. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Неге мына жаққа jam muannas salimде қосқан жоқ? Өйткені jam muannas salimде рафтың белгісі дамма күйінше тұра береді. Муслиматун дегендегі сияқты. Муслиматун, му'минатун, аишатун деп, не аишатун деп не күйінше тұра береді? Раф күйінше тұра береді. Сол үшін бұл жерге айтқан жоқ. Ал мына жерге қосуы, өйткені өзі бұл не еді? Насып еді ғой. Насып не болу керек еді? Фатха болу керек еді. Бірақ муслиматин сияқты jam muannas salimдерде фатханың орнына не тұрады деді? Касра тұратын болғандықтан 5-ші жыл не істеп жатыр? Қосып жатыр осы жаққа. Түсінікті ма? Жақсы. Насып бітті ме осымен? Осымен насыбымыз бітті. Енді неге келдік? Жарға келдік. Жардың негізгі белгісі не болды? Кетіп оқимыз. Жардың негізгі белгісі касра. Мысалы, китабин. Екілік түрдегі есімдер алды фатхалы болған сүкінді яймен жар болады. Китабайни. Алды фатхалы болған сүкінді яй. Яғни насыптың екілігі мен жардың екілігі бірдей. Мынау да китабайни, мынау да китабайни. Мына жер насыптың белгісі я, мына жердегі жардың белгісі не? Ол да я. Қайдан айырамыз оны? Қай жерден айырамыз? Сөйлемдегі алып жатқан орнына байланысты. Ертең болашақта мына жерлерде есім насып болады десе, сол жерде китабайниді көріп қалса, не деп айтасың оны? Мансуб деп атайсың. Мына жерлерде есім жар болады дейді. Сол жерде десе, мына китабайниді көріп қалса, не деп айтасың оны? Мәжрур деп атайсың. Жақсы ма? Кеттік ар жаққа. Jam muzakkar salimde алды касралы болған сүкінді яймен жар болады. Мысалы, муслимина. Муслимина сияқты. Дәл бағанағыдай алды касралы болған сүкінді яй.
Jam muannas salimde muzakkar salimde ikеуі не? Екеуі бірдей. Айыратын жерimiz қай жерде? Сөйлемдегі атқарып жатқан қызметіне байланысты айырамыз оларды. Жақсы ма? Ажыратамыз. Одан кейін төртіншісі Жамук музаккар бес есім асмаул хомсада яймен жар болады. Мысалы абика, ахика, зимали бізде зимали, хамика, хамика. Ал асмаул хомсада не болады деген? Ямен жар болады. Абика, ахика, хамика, фика, зималин дегендегі сияқты. Яғни асмаул хомсаның ерекшелігі сода. Негізі насып болған кезде асмаул хомса фатха болу керек еді ғой? Жоқ. Насып раф болған кезде дамма болу керек еді ғой? Жоқ. Жар болған кезде касра болу керек еді ғой? Жоқ. Яғни асмаул хомса өзінен кейін абун, ахун, хамун деген сөз мынау сияқты бір нәрсемен қосылып келсе, раф жағдайда ваумен, насып жағдайда әлифпен, жар жағдайда ямен не болады? Осылардың белгісі болады. Жақсы ма? Енді осы жерде тағы біреу бар меніңше. Мынау жарлардың ішінде. Жіктелмейтін. Араб тілінде жіктелмейтін ғойру мунсариф есімдер фатхамен жар болады. Мысалы, мен Фатимата, Ахмада. Оқиды. Ескерту. Жіктелмейтін ғойру мунсариф немесе мамну мин сариф деп аталатын есімдер касрамен танвинді қабылдамайды. Айта бер. Олар муаннас жалқы есімдер. Мысалы Фатимата, Аишата. Фа'ланун, фи'ланун, фу'ланун үлгісіндегі жалқы есімдер. Мысалы Усману, Аймрону. Ал үшіншісі фу'алу үлгісіндегі жалқы есімдер. Жақсы. Қара. Ғойру мин сарфин дейді. Ғойру мин сарф дейді. Яғни мамну мин сарф дейді. Кей жерлерде ғойру мин сарфин дейді. Сарыпталмайды, яғни толық сарыпталмайтын калималар. Яғни тәнуин мен касраны қабылдамайтын калималар. Бұлар егерде әлиф негізі сөз әлиф ләмсіз келетін болса, мысалы Мухаммадун деген тәнуинді қабылдап тұр ғой. Бір сөздер бар тәнуинді қабылдамайды. Әлиф ләмсіз болса да тәнуинді қабылдамайды. Және ешқашан касра болмайды. Олар не дейді? Мамну мин сарф. Не болмаса ғойру мин сарфин деп атайды араб тілінде. Олар кімдер? Әйел адамның аттары, аф'алу уәзініндегі адам аттары мен есімдер, фa'лану уәзініндегі адамның аттары, фу'алу уәзініндегі адамның аттары. Сондай уәзінді берген бе сіздерге? Нелер берген кітабымызда? Біздерге не берген мына жерде? Адамның аттары, әйел адамның аттары, Аишату, Фатимату сияқты. Олар ешқашан Аишати, Фатимати болмайды. Аишатун, Фатиматун болмайды. Жақсы ма? Одан кейін фу'лану, фи'лану, одан кейін фa'лану уәзіндегі адамның аттары. Мысалы Усману, Имрану деген сияқты. Ол ешқашан Усманун, Имранун, Усмани, Имрани болмайды. Жақсы ма? Одан кейін үшіншісі фу'алу уәзіндегі адамның аттары. Умару, Зуфару, мысалы ан умарин болмайды. Ан умара болады. Жақсы ма? Одан кейін аф'алу үлгісіндегі есімдер Ахмаду, Афболу, Аксару деген сияқты. Одан кейін әйел тегінің әлифі қосылған есімдер Сохрау, Байдау, Хамрау деген сияқты сөздер. Бұндай сөздердің соңында ешқашан не болмайды? Тәнуин мен касра болмайды. Ал бірақ ол сөздер жар болатын орынға келіп қалса не істейміз десе, касраның орнына не қоямыз? Фатха қоямыз. Жақсы ма? Мысалы, мин деген әл, бұл харфы жар дейді. Мин өзінен кейінгі келген сөзді не істеу керек? Касра қылу керек. Бірақ мин Фатима тә болады. Мин Фатима ти болмайды ешқашан. Жақсы ма? Өйткені бұл мамну мин ас-сарф, касраны қабылдамайтын калима. Мысалы, мин умари болмайды. Мин усмани болмайды. Өйткені олар не? Ғойру мунсарфин, сол ішінде мин умара, мин усмана болады. Жақсы ма? Осы не дейді? Мамну мин ас-сарф дейді. Қайталаймыз.
жалпы бүгінгі сабағымыздың осы жерге шейін бір өтеміз, кейін қалған әрмен қарай жалғастырамыз, жақсы ма? Ендігі сабақта жаңағыдай Еуроп тағдирилер деген теманы қозғаймыз да, соңында Еуропын соған қосып кетеміз. Бұл сабақты екіге бөлеміз. Қорытындылаған кезімізде араб тілінде есімдердің көпшілігінің соңы өзгереді. Соңы өзгерген кезде неше түрлі болады? Үш түрлі болады. Қандай? Раф, насб және жар. Рафтың негізгі белгісі ол не? Дамма. Қандай да бір есімді даммаға көрсең, ол не болып тұр деген сөз? Раф болып тұр деген сөз. Есім екілік болған кезде әлифпен раф болады. Китабани, қаламани, муслимани деген сияқты. Ал жам музаккар сәлимдерде, яғни еркектің аттары мен сипаттарының жамығында, онда рафтың белгісі не болады? Әл-вау болады. Муслимуна, муъминуна, мушрикуна, муаддабуна дегендей сияқты. Ал енді асмаул хамса деген бар, арнайы 5 есім. Сол 5 есім раф болған кезде ваумен раф болады. Абука, хамука, фука, зумалин, ахука дегендей сияқты. Жақсы ма? Енді насбтың белгісі ол не? Ол фатха, екілікте алды фатхалы болған сукунды ямин болады. Жам муаннас музаккар сәлимде алды касралы болған сукунды ямин болады. Ал асмаул хамсада немен болады? Алифпен болады. Абака, хамака, фака, замалин, ахуака дегендей сияқты. Ал енді бұда тағы қосымша нәрсе бар. Жам муаннас сәлимде, яғни жам муаннас сәлиміміз насб болатын орында келсе, фатханың орны не жазылады? Касра жазылады. Муслиматин, муъминатин, қанитатин, иннал муслимина вал муслимати вал муъминина вал муъминати вал қанитина вал қанитати вал садиқина вал садиқати. Барлығы не? Ти. Әсілінде ол жерде не жазылу керек еді? Фатха жазылу керек еді. Бірақ муслиматин деген жам муаннас сәлим фатха жазылмаса немен насб болады? Фатха немен? Касрамен. Ал біздің жарымыз ол не? Жарының негізгі белгісі касра. Екіліктерде алды фатхалы болған сукунды ямен болады. Жам муаннас музаккар сәлимде алды касралы болған сукунды я болады. Асмаул хамсада ямен болады. Араб тілінде касрамен тәнвинді қабылдамайтын мамну минас сарф деген, яғни ғойру мин сарфи деген калималар бар. Ол калималар касрамен тәнвинді қабылдамағандығы үшін касра болатын жерде сол калиманың бірі кеп қалса, оған не ойнады? Фатха ойнады. Еуроп мынандай. كتاب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كتابان مرفوع وعلامة رفعه الألف. مسلمون مرفوع وعلامة رفعه الواو. أبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو. كتابا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كتابين منصوب وعلامة نصبه الياء. الياء المكسور لسن بلد. يعني الياء لسن بلد. مسلمين منصوب وعلامة نصبه الياء. أباك منصوب وعلامة نصبه الألف. مسلمات منصوب وعلامة نصبه الكسرة. قرأ. كتاب مجرور وعلامة جره الكسرة. كتابين مجرور وعلامة جره الياء. مسلمين مجرور وعلامة جره الياء. أبيك مجرور وعلامة جره الياء. فاطمة مجرور وعلامة جره الفتحة. تمام. Жақсы. Қалған кейін сабақ жалғастырамыз иншалла.